Бас ауруының қандай себебі бар? Бас ауруына себеп көп. Мәселен, психикалық және эмоциялық шаршау, бас ми тамырларының склерозы, бас сақинасы, мидың органикалық аурулары, ісік, инсульт және тағы басқалар. Бас ауруын халық емі арқылы емдеуге болады. Оның түрлі әдістері бар. Алдымен бас ауруының себептерін біліп алған дұрыс. Бас ауруы кезінде адамды қалтыратып жіберетін неврологиялық ауытқулар туғанда, яғни әлсіздік, тіл байланып қалу, көз көрмей қалу, сөйлей алмау сияқты белгілер болса дәрігерге қаралу керек. Сонымен қатар бас әрең жазылатын жағдайларда, егер бас сақинасы айына 2 және одан да көп рет ауыратын болса, дәрігерге қаралған жөн. Бас ауруының 150-ден астам түрі бар. Дұрыс диагноз қою үшін және тиімді ем алу үшін бас ауруын емдейтін цефалголог дәрігерге қаралған жөн. Аталмыш жағдайларда өз бетінше емделу қауіпті. Егер сіздің басыңыз жиі ауыратын болса, ең алдымен оның тұрпатын және бастың ауруына әсер еткен факторларды анықтау керек. Мәселе ауа райында емес, ауа дұрыс айналмайтын бөлмеде қажетті физикалық қозғалыссыз бір қалыпта ұзақ қызу жұмыс істегеніңізден болуы мүмкін. Бастың ауруы ағзаға қажетті сұйықтық жетіспегеннен болады және су ішсек ол қояды деген пікір бар. Кей жағдайларда ағзаның құрғауы бас ауруын тудырады. Бас ауруы басталып келе жатқанда су ішіп жіберсеңіз, оның ауырғаны тоқтауы мүмкін. Кейбір өнімдерде бас ауруын тудыруы мүмкін. Шараптан кейін бастың ауыратынын көп адамдар байқаған болар. Сонымен қатар балмұздақ жеу мен суықта бас ауруына себеп бола алады. Бастың жиі ауруы неден болуы мүмкін? Мысалы, итеккірдің басталуының алдында бас ауруы мүмкін. Адам көп ұйықтаса да бас ауыратын кездер болады. Бас ауруын тудыратын жағдайларға назар аударып, себеп салдарын анықтаңыз.